Сәлем қыздар, Әсел Шебер каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен картинамыздың жапырағын тоқуды үйренетін боламыз. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бірінші біз 15 воздушная петля тоқып аламыз. Воздушная петля тоқу сабағы менің каналымда бар, сілтемесін видеоның астына қалдыратын боламын. Он бес воздушная петля тоқып алдым. Бір воздушная петля подъема тоқып, енді бірінші қатарға столбик без накида тоқып шығамын. Петля подъемаға еш нәрсе тоқымай, соның жанындағы воздушная петляға крючогымызды енгізіп, жұмыс жібін іліп, крючокпен тартып шығарамыз. Міне біздің крючогымызда екі петля болды. Осы екі петляны жаңадан жұмыс жібін іліп крючогымызға. Екі петляны да крючоктан шығарамыз. Сонда бізде бірінші столбик без накида тоқылды. Соның жанына воздушный петляға тағы да крючогымыз енгізіп, жұмыс жібін іліп, крючокпен шығарамыз. Енді осы екі петляны жаңадан жұмыс жібін крючогымызға іліп, оны да крючоктан шығарамыз. Осылайша біз қатардың соңына дейін тоқимыз. Қатардың соңына дейін біз столбик без накида тоқып шықтық. Ең соңғы воздушная петляға біз 6 столбик без накида тоқимыз. Оны ең алдымен үшеуін осы бетінен, яғни осының қатарына үшеуін тоқимыз. Бір петляға, міне біреу, 2, 3. Тоқымамызды бұрып, астыңғы жағынан, яғни тоқыманың астыңғы жағына, тағы да осы петляға біз 3 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3. Сонда бізде тоқымамыз бұрылды, осылай, және тоқыманың жапырақтың астыңғы жағымен осылай тоқып кетеміз. Біз қатардың соңына дейін емес, 2 столбик без накида қалғанға дейін ғана тоқимыз. Екі столбик без накида тоқымай қалдырдым. Енді петля подъема жасап, тоқыманы бұрамыз. Енді қатардың соңына дейін тағы да столбик без накида тоқып шығамыз. Қатардың соңына келдім. Тоқыманы бұра отыра, осы жерге 2, міне 1, 2, 3 столбикке әрқайсысына 2 столбик без накидадан тоқимын. Бірінші столбикке 2 столбик без накида тоқыдым. Екінші столбикке де осылай 2 столбик без накида тоқимын. Үшінші столбикке міне осығанда 2 столбик без накида тоқып аламын. Сонда менің тоқымам осылай келіп бұрылды. Осы жерден тағы да тоқимын. Осы қатарды тоқып келіп, 2 столбик без накидан тоқымай қалдырамын. Бұл қатарға да столбик без накида тоқып шығамын. 2 столбик без накида тоқымай қалдырдым. Петля подъема жасап, тоқымамды бұрып, келесін қатардың осы соңына дейін тағы да столбик без накида тоқимын. Осы жерден мен 4 столбикке әрқайсына 2 столбик без накидадан тоқып шығамын.
үшеу, міне төртіншіге тағы да 2 столбик без накида тоқыдым. Келесін қатардың соңында 2 столбик без накида тоқымай, осы жерге дейін ғана столбик без накида тоқып шығамын. Қатардың соңынан 2 столбик без накида тоқымай қалдырдым. Воздушный петля подъема жасап, тоқыманы бұрамын. Енді келесі қатарды осы жерге дейін тағы да столбик без накида тоқып шығамын. Қатардың соңына келдім. Осы жерден тағы да кеңейту үшін мен 4 столбик без накидаға әрқайсысына 2 столбик без накидадан тоқып шығамын. Сонда менде жапырағым тартылмай әдемі болып шығады. Ары қарай 1 столбик без накидадан тоқып шығамын. Бірақ қатардың соңынан тағы 2 столбик без накида тоқымай, осы жерге дейін ғана қалдырамын. Осылайша мен қатардың соңынан 2 столбик без накида тоқымай қалдырдым. 1 воздушный петля подъема жасап, тоқыманы бұрамын. Қатардың соңына дейін тағы да осы жерге дейін столбик без накида тоқып шығамын. Қатардың соңына келгенде осы жерден тағы да бір рет кеңейтемін. Сонда мен примерно 4 столбик без накидаға әрқайсысына 2 столбик без накидадан тоқып шығамын. Тоқымамды бұрып, қатардың соңына дейін 2 столбик без накида тоқымай қалдырамын. Қатардың соңынан 2 столбик без накида тоқымай қалдырдым. Енді 1 воздушный петля подъема жасап, тоқыманы бұрамыз. Осылайша қатардың соңына дейін столбик без накида тоқимыз. 2 столбик без накида және тағы 2 столбик без накида тоқыдым. Ары қарай қатарымыздың келесі бетіне 2 столбик без накида тоқымай қалдырамын. Жапырақтың ең соңғы бөлігіне келіп жеттім. Осы жерден тоқымамды аяқтаймын. Ол үшін жібімді кесу үшін кішкене артықтау алдым. Енді осыны қайшымен қиып, артық жіптерін жапырақтың ішіне жасырып қоятын боламын. Жапырағымыз дайын болды. Жанында осындай гүлі болады. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, барлықтарыңызға сәттілік.